Чё там? Ой, қанша уақыт болады, наконец-то мен бұл үйге жет. Ты мне нахуй не нужен. Балам? Мүмкін емес. Балам, бұл сенбісің? Есіңде ма? Мені ұмытқан жоқсың ба? Мен ғой әлгі жігіт, әлгі сенің әкең, который сенің уақытша әкең болды. Есіңде ма? Есіңде ма? Мен сені унитазға жібердім ғой. Давай, какалар әлінде кездесеміз. Давай, пока, дәс-дәс. Уй! Давай, братан, дәс-дәс. Шкаф ашылып кетті ғой. Давай, кеттік. Уй! Қайдан ол? Барлықтарыңа сәлем достар, сен Нұрказли Афан және бөліне бұл егер мен әке болсам 3-ші бөлім. Және егер сізден естеріңізде болса, бұл бала, бұл ойын мен 5 ай бұрын түсірген, 5 ай бұрын, почти жарты жыл бұрын. Және жарты жылдан кейін наконец-то бұл ойынның обновление шықты екен. Және бүгінде біз осы ойынды ойнаймыз, сен лайк басып арнаға жазылуды ұмытпа. Саған бутылка алайық, қалай дейін, тоқтаңдар. Бутылка алайық. А бутылка не алдайсың? Давай саған свежий не жұмыртқа берейік. Давай. Жұмыртқа жейсің бе? Не нахуй. Отыр, саған нормальный бутылка алып берем, бутылка. Бутылка алып келме, сенің көтің етіған бар ғой. Так, балам. Нә. Пряс ұстап алмайсың ба? Нә, же. Ой, міне. Біз соңғы рет кездескенде не болды еді үшіміз? Сен мені мазақтамай етіп түсіндің бе? Мен қазір саған көрсетем. Ну нахер. Бутылканы ауыстырайық. Жүрге деген сен ұйықтатайық. Сен қалай ұйықтатамын? Оң жақтан ба, әлде сол жақтан ба? Әлде үстің не айтып ұйықтатайын ба? И сверху едать. Братан. Хотя, братан, мен сенің әкеңмін ғой. Чего, блядь? Сен ғарышкер болғың келді ма? Мен, давай сен, балам, енді бүгіннен бастап сен ғарышкер боласың. Давай, балам. Ойындава мен балаларға арналған режим қосып қойдым. Давай, жолың болсын. Бәрі нормально, балам. Мен де кішкентай кезімде сөйтіп ойнағам. Давай, балам, ұйықта, не саған? Все, сядьте, книгу сядь. Саған ертегі айту керек па? Сен охуелсың ба? Ты чего, охуел, блядь? Мен саған ертегі айтып беруім керек. Мен міндетті емес, башықтықты. Я не обязан. Не обязан. Ладно, давай отырайық та саған бір оқиды. Принц пен мысық. Баяғы заманда принц ұйықтаватқанда оған мысық келіпті. Принц пен мысық бір күні фонтанға. Бір кезде мысық принцтің қандай далбайыр екенін көріпті да шошып кетті. Соны жынды ертегі, балам. Менің сүйікті бағдарлама ақ экран әлі қосылып тұр, сондықтан да кеттік. Біреу жылап жатыр ғой. Жоқ, қате. Жоқ, қайда ол? Кәме ұйықтатамын бар ғой, кәме соны көрсетем. Мен он кәсіге. Мен кеттім. В смысле, саған еще ойыншық керек? Саған қандай ойыншық керек? Міне. Нә саған, сен өзің құшақта ұйықтайсың. Өзің чек көресің керек? Мен білем. Білесіздер ме, мен бала кезде қандай ойыншықпен ұйықтадым? Білмейсіздер ме, нан деген ойыншықпен. Нә, нан. Нанын шашқан еш, нә, нан. Нанды шашпа. Мен бала кезімде ол жайлы саған тақпақ айтып берейін ба, нан жайлы. Нан қоқымын шашпаңдар. Жерде жатса баспаңдар. Теріп алып қастереп, көттеріңе тығыңдар. Спасибо. Ладно, түсіндім саған. Мышық керек па? Саған мышық керек па? Жарек, кетші. Возьмите бутылку с холодильника. Давай, кеттік алайық. Бутылка. Нихуя себе, блядь. Балам, кешір, бутылка жоқ, придется саған бутерброд жас. A few moments later. Міне. Все, бутерброд дайын. Бутерброд 10 балдың 10. Сен мені еще жауып кеттің ба? Сен ұятсың, нә, үш. Сен қайттан сүйттің бе? Қара. Мен білмедім бұлай істейтін. Жарайды. Оған басқа жаза тұрын қолдан сер. Нақ. Атаның ағытпайсың. Бала, қағып ал. Әлі ақтырам бір ыдыс қағып алы. Давай, 1, 2, 3 қағып ал. Қағып алсай, міне, давай, тағы бір паду. 1, 2, 3 қағып ал. Кеттік. Опа. Короче, балам, менде саған бар ғой, бір нәрсе айтайын дейді. Білесің ба, братан, сенің жаман болған соншалық сені тіпті трусы кетіп қалды, прикинь. Бергел.
шалбайып айттым ғой мен саған ойнама деп. Қауіп кезінде сындыр. Достар, егер қауіпті сәт болып жатса, естеріңізде бір нәрсе болсын. Сорыңдар. Сол кезде стресс түседі. Блин, жаман естіледі. Жатыр. Кеш сен цыганский фокустарыңнан шашадың, мен қайттан ертегі оқиын ба? Жарайды. Типа хан мен қоян. Короче, мен ханмын, сен қоянсың, түсіндің ба? Бір күні хан немесе принц қоян тауыпты. Қоян бұдан әрине шошып кетіпті. Ты чё, маған қызық болды ғой. Енді қоян жайлы ертегі отырсың, саған қоян керек, нә. Қой, тынышталдың ба? Все, енді көтіңді сол қоянды еске соны сүй. Короче, хан қоянның артынан жүгіріп жатты. Да ну нахуй! Ал қоян болса қашуға тырысты. Да ну нахуй! Қоян қашып кеттен кейін принц қатты ашуланды. Жынды ертегі. Наконец. Үйде ешкім жоқ. Мынау не? Мына стола ма? Ой. Мен түшкіргім келді, бірақ түшкіре алмай қалдым. Мінісің бе? Ой, не болды? Хотите что-то поесть? Может быть, сырный тост? Келсем, сырный тост керек. Ең алдымен нанды қоямыз. Сырный тост, сыр деген бұл ірімшік сөз. Короче, так. Сыр қосасын ол үшін. Тағы да сыр қосасын ол үшін. Тағы да сыр қосасын. 2000 cheese later. Тағы да ірімшік қосасын. Начинки хватит, добавьте хлеба. Міне біздің начинкамыз дайын, тост жасайтын кез. Мүмкін мен кішкене қос... Мә, дұрыс айтыппын, шынымен де немножко перебарш, кішкене көп қосып жібердім. Баланы тамақтандыр, қобо жоқ. Жарайды айтсаңдар болды. Дабл еби, хумнич. Жүр. Мен қайдамын? Бұл чо, лабиринт па не? Бала, привет. Сен әдейі істедің бе? Мен саған жетейін деп қалсам, сен мені лабиринт... Сосын ұялма, мен барлығын көрдім, если чо. Чё там? Қалай қорқынышты, ужас. Ойыншықтар шашылып отыр. Ойыншық шашпа. Мен прикиньте, мен шыныны қолмен сындырдым. Вот это мықтымын, конечно. Нә бала? Көндері мен қандай мықтым, мен оның аузына тықтым, одан ереске ол ұшып кетті. Чё сен? Чё мен қалай барым? Не істеу керекін түсінген жоқпын, сондықтан да менде бір ой бар. Чё? Маған ертегі оқып бересің бе? Принципен қой. Давай оқып бер. Артыңдан барайын ба? Жүр кеттік деймін. Давай. Принципен. Время сказки еще не положите в кроватку нужную игрушку. Так, бұл жол қой, менше ешкі. Айтпақшы мен ешкіні симулятор ойнадым, қарай салыңдар. Найдите книгу и сядьте. Давай, нені аламыз, давай. Қой мен принц, ну-ка. Қой мен принц. Суық болды. Сосын бала бір ешкіні тауапты. Ля қандай қорқышты бала. Сосын бала ешкіні жесі келді. Одан кейін олым жек қойды. Чё бұл маған намек па сондай, мен типа ешкім ба сен үшін? Ой, кешіріңіз, повелитель, все, қойдым. Заебись. Қайтадан ба? Ой, қалай қорқынышты. Қайырлы түн. Рахмет, мен как раз ұйықтайын деп атқам. Ойнағаның үшін рахмет, пожалуйста. Мен саған бар ғой. Кетер алдында бір нәрсе деген айттым, балам. Сенің арқаңда менің арнам өсті. Сенің арқаңда мен алғашқы 100 оқырман жинадым. Сондықтан мен саған пицца, пепперони, вот саған колбаса. Біз баладан пепперони, пицца жасаймыз. Колбаса, ветчина, помидор, огурец, мақша, ақша, қарасы, мөлес, солоня. Одан кейін люк, міне қандай күшті чеснок. Қараңдар қандай күшті пицца шықты, мамами. Все, бұл видеоның соңы. Қалай? Нормально? Жарайды достар, ең көргеннен үшін рахмет, лайк басып мені барын жасыңдар, барлықтарыңа пока-пока, чао.